Кеше Астанада бас мешітте Нұрсұлтан Назарбаев өткен аптада қайтыс болған інісі Болат Назарбаевқа ас берді. Асқа кезінде еліміздің басшылық қызметінде болған шенді шекпенділердің біразы жиналды. Өмірзақ Шөкеев, Ахметжан Есімов, Даниал Ахметов, Тимур Құлыбаев, Қуаныш Сұлтанов, Сергей Кулагин тағы басқа да мешкейлердің келгенін көрдік. Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі жиын соңында сөз сөйледі. Сөзіне қарасақ, кейбіреулер айтып жүргендей, қамығып жүрген Назарбаев жоқ екен. Өзін-өзі мақтап, 30 жыл жақсы жұмыс жасағанын айтты. Інісі Болатты қолы ашық кісі, жаназасына көп ел жиналды деген сөзді айтты. Болаттың байлыққа қалай қол жеткізгенін дүйім жұрт біледі. Назарбаевтың тағы бір айтқаны: мен ештеңеге өкінбеймін, өз міндетімді толық атқардым, маған ешкімнің сөзі өтпейді деп ашық айтты. Көңілі жай барақат, қолы жазық, мейірімді адам еді. Мен өз басыма Алланың берген шаруасын орындадым деп санаймын. Түгел, менің жаным тыныш, шаруам дұрыс, айналайын халқым. Бұлай сенімді сөйлегеніне қарап, Тоқаев пен Назарбаевтың арасында келісім болған. Назарбаевтар әулетінің мұртын балта шаппайтынын түсінуге болады. Алайда Назарбаев өзін-өзі алдап тұрғанын ашық байқауға болады. Ол өзін елдің жек көретінін жақсы біледі, қоғамдағы жағдайдан толық хабардар. Тек оны ашық мойындағысы келмейді. Әйтпесе көзінің тірісінде өзінің ескерткішінің құлатылғанын көрген жалғыз диктатор осы Назарбаев болды. Астананың атауын Нұрсұлтан деп атау туралы бастама көтерген Тоқаевтың араға 2 жыл салып қайтадан Астана еткені де, бірінші президент күнін алып тастағаны да көзі тірі кезде жасалды. Елдің шал кет деп ұрандатқанында білмеуі мүмкін емес. Болат Назарбаев қайтыс болғанда елдің табалағанын да көрді, естіді. Тек Назарбаев сияқтылар арсыз болғандықтан сыр білдірмейді, бүгінімен өмір сүреді. Ішіп-жеп тояттағанына мәз болғандар төрде жүргенде, ал мемлекетшіл азаматтар шет қақпай көріп отырған елде жарқын болашақ бар деп елді алдай алмайсың. Ал осы ас барлығының баратын жері бір екенін жемқорлардың бір есіне түсірді-ау. Жерді жалпағынан басып, әлем алақанында тұрғандай жүрген Болат Назарбаев көріне жалғыз кетті. Дүниесінде бірге жүрген сыбайластарында әкете алған жоқ. Өз күнәлары үшін өзі жауап беруде. Ал тоғышар надандарға Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен айырылуы, Болат Назарбаевтардың өлімі сабақ болсын деп тілейміз. Материалды дайындаған Дана Сәрсенбай.